World Skills Қазақстан 2025 республикалық чемпионаты жалғасып жатыр. Биылғы бәсекеде жұмысшы мамандардың мәртебесін көтерумен қатар кибер қауіпсіздікке де ден қойылған. Ал чемпионатта жеңіске жеткендер әлемдік додада ел намысын қорғайды. Слесарь сантехник, сылақшымен электрик, құрыш қолды құрылысшы. Бұл мамандар еңбек нарығында емге таптырмай тұр. Сондықтан кәсіптің көзін тапқан жұмысшы жастар жерде қалып жатқан жоқ. Кірпіш қалап, тәуір табыс табуға болатынын бүгінгі буын біледі. Мен бала күннен құрылысшы болуды армандағам, және осы мамандықты оқығым келді, және осы мамандыққа түстім. Жарыс жоғары деңгейде өтуде, дайындық жетеді. Қолымыздан келгеннің бәрін істейміз. Цифрлық технология салтанат құрған кезеңде ақпараттық қауіпсіздік қаперде болуы қажет. Әсіресе деректерді сақтаудың, кибер шабуылдардың алдын алудың маңызы зор. Биылғы чемпионатта алғаш рет қатысушылардың осы бағыттағы біліктілігі сыналып жатыр. Қазіргі таңда кибер қауіпсіздік мәселесі өте өзекті болып табылады. Сондықтан біз бүгін ұйымдастырып жатырған конкурсымызда олардың ақпаратпен жұмысты, ақпаратты қорғауды қалай жасайтын қабілеттілігін арттыруға арналған тапсырмалар беріп отырмыз. Осы студенттерді кейін біз жұмысқа алатын боламыз. Бұл чемпионат жұмысшы мамандардың үлкен жолға жасаған алғашқы қадамы. Кәсіби қарым қабілетін көрсетіп, дағдысын дамытатын алаң. Жыл өткен сайын жарыстың аясы кеңейіп келеді. Осы уақытқа шейін біз 30 құзыреттілік бойынша өткізіп жататын болсақ, биылғы жылғы ол құзыреттіліктің саны 45-ке өсті. Қосылған тағы да 15 құзыреттілігіміз бұл тікелей бизнес қауымдастықтың қолдауымен жүзеге асырылып жатыр. Демек, іргелі компаниялар жігерлі жастарға әлі де мұқтаж. Ал бұған дейінгі бәсекеде жеңіске жеткендердің 80%-ы еңбекке араласып кеткен. Қозы Көрпеш Асыралы, Бақтияр Рзаев, ұлттық арна.